Құрметті тыңдарман, менің сүйген жарым, 4 балам, берекелі шаңырағым, кәсібін, бәрі болды. Бірақ мен ең асыл байлығымның қадірін кеш түсіндім. Бұл опасыздық туралы емес. Бұл адал әйелдің үнсіз көз жасы, кеш қалған өкініш және қайта оралмайтын сенім туралы оқиға. Менің атым Асқар. Қазір 42-демін. Бір кездері мені бүкіл ауыл бақытты жігіт дейтін. Табысты кәсібім болды. Үлкен жер үйім болды. Аулада жеміс ағаштары жайқалып тұратын. 4 баламның күлкісі үйдің ішін жаңғыртып жататын. Жанымда әйелім болды. Сол кезде мен өзімді бәрінен бай адамын деп ойлайтынмын. Бірақ ең үлкен байлығымның кім екенін білмеппін. Айымды алғаш көргенде оның сұлулығына емес, күлкісіне ғашық болдым. Ол күліп тұрса, жанындағы адамдар да еріксіз жымиып кететін. Шашы әрдайым жинақы. Киімі қарапайым болса да таптаза. Жүрісі де, сөзі де ибалы. Ешкімнің көңілін қалдырмайтын. Біреуге көмектесуге әрдайым дайын тұратын. Менің анамның өзі, балам, мұндай келін әр үйге бұйыра бермейді, деген. Мен сол сөздің мәнін кейін түсіндім. Үйленгеннен кейін біз ата-анаммен бірге тұрдық. Үлкен шаңырақтың берекесі оңай келмейді. Оның әр күні бір-біріне ұқсамайтын. Бір күні балалардың қызуы көтеріледі. Бір күні бақша су сұрайды. Бір күні кір үйіліп қалады. Бір күні көрші келеді. Бір күні туыс келеді. Бір жұмыстың соңы екіншісіне жалғасып жататын. Сол тіршіліктің бәрін айым үнсіз көтерді. Ешқашан шашадым демейтін. Ешқашан болмайды демейтін. Біреу бір нәрсе сұраса, жауабы әрқашан жақсы, болатын. Жылдар өте 4 баламыз дүниеге келді. Әр босанған сайын айымның бойынан бір нәрсе кетіп жатқандай көрінетін. Жоқ, сұлулығы емес, мейірімі емес, күші кетіп жатты. Түнгі ұйқысы кетіп жатты. Өзіне деген уақыты кетіп жатты. Бірақ соған қарамастан ол ешқашан қабағын шытқан жоқ. Кейде таңертең жұмысыма кетіп бара жатып, ас үйге көз салатынмын. Бір қолымен қамыр илеп тұр. Екінші қолмен кішкентайымызды тербетіп қояды. Газдың үстінде сорпа қайнап жатыр. Пеште нан пісіп жатыр. Ал сыртта кір жайылып тұр. Мен үшін бұл үйреншікті көрініске айналып кеткен. Мен сол үйдің өздігінен таза болып қалмайтынын. Балалардың киімі өздігінен жуылмайтынын. Дастархан өздігінен жайылмайтынын ешқашан ойламаппын. Өйткені мұның бәрін күн сайын бір ғана адам атқарып жүрген. Ол айым еді. Ал мен оның еңбегін емес, тек нәтижесін ғана көріппін. Айымның бір әдеті бар еді. Өзіне бірдеңе аларда міндетті түрде қажеті жоқ шығар деп қоятын. Ал балаларға келгенде бағасына қарамайтын. Бірде үлкен қызымызға қысқы етік алу керек болды. Дүкеннен ұнатып тұрған аяқ киімді көрді. Бағасын сұрады. Ақшасы жетпейтін білді. Етікті орнына қойды. Қызы байқап қалып: «Анашым, өзіңізге мына пальто әдемі екен». Айым күліп: «Маған ескі пальтомда жарайды ғой, ал сенің аяғың тонбау керек». Сол күні үйге жаңа етікпен қызымыз келді. Ал айым тағы да ескі пальтосын киіп жүре берді. Үйде ешкім оны жаман көрмейтін, бірақ бәрі оған үйреніп кеткен еді. Анам: «Келін, шайың өте дәмді екен. Бірақ артынша ертең тұздықта жауып алсаңшы». Әкем: «Қызым, бақшадағы қиярды ертең жинап ал». Бірі өтінеді, бірі айтады. Ешкім ауыр сөз айтпайтын. Бірақ күн сайынғы осындай ұсақ шаруалар жиналып, бір адамның мойнына түсетін. Ал ол адам ешқашан бүгін қолымнан келмейді деп айтқан емес. Бір күні кешке балалар ұйықтаған соң, айым ас үйде жалғыз қалды. Ыдыстың соңғысын сүртіп шкафқа қойды. Сосын орындыққа жайлап отырып, белін ұстап қалды. Көзін жұмып біраз отырды. Сол сәтте мен су ішуге шықтым. «Белің ауырып жүр ме?» Ол мені көріп, қолын бірден түсіріп жіберді. «Аздап қана». «Дәрігерге барайық». «Қойшы, өтіп кетеді. Балалар сәл өссін, сосын барамын». Ол бәрін кейінге қалдыратын. Дәрігерді де, демалысты да, өзінде. Бір күні демалыс болатын. Мен достарыммен қалаға кеттім. Кешке қайтып келсем, айым аулада бақша суарып жүр екен. Күн еңкейіп қалған. Киімінің арқасы су болып кеткен. Қолдары топырақ. Шашының арасынан бірнеше тал шығып, маңдайына жабысып қалыпты. Мені көріп күлімсіреп:
Келдіңіз бе? Ас дайын. Қолымды жуып алайын, қазір дастархан жаямын деді. Мен сол күні оным шаршағанын емес, жай ғана шашының ретсіз екенін байқадым. Тіпті өзіме қарамай кетіпсің деп айтып қалдым. Айым үндемеді. Басын изеді де ас үйге кіріп кетті. Қазір сол сәтте есіме алсам, ол өзіне қарамаған жоқ. Ол бізге қарап жүрді. 4 баласына қарап жүрді. Ата-анама қарап жүрді. Маған қарап жүрді. Кек, өзіне қарайтын кезек оған еш қашан жетпеген екен. Бизнесім жүріп кетті. Ақша көбейді. Үйге жаңа көлік келді. Кеңсем үлкейді. Киімім өзгерді. Қымбат сағат тақтым. Қаладағы мейрамханаларға жиі баратын болдым. Өзгергенімді өзім байқамадым, бірақ айналамдағы адамдар байқапты. Бір күні достарыммен кешкі ас ішіп отырдық. Әңгіме әйелдерге ауысты. Нұрлан телефонын шығарып, «Мынау әйелім, өткен аптада Түркиядан демалып келдік». Екіншісі, «Біз әйелме сұлулық салонын ашып бердік». Үшіншісі күліп, «Әйел адам өзіне қарау керек қой». Мен де үндемей басымды изедім. Сол сәттен бастап үйге басқаша қарай бастадым. Кешке келгенде айым аулыда жайылған кірді жинап жүр екен. Үстінде күнде киетін көк халаты. Шашын асығыс түйіп алған. Балалар аулада ойнап жүр. Мені көріп қуанып кетті. «Келдіңіз бе? Бүгін сүйікті мәнтіңізді жасап қойдым». Мен оған ұзақ қарап тұрдым. Бұрын дәл осы әйелді көргенде жүрегім елжірейтін. Ал сол күні бірінші рет ішімнен баяғы айым емес деп ойладым. Кешкі астан кейін сөз арасында айтып қалдым. «Айым, сен бұрын өзіне көбірек қарайтын едің ғой». Ол жымиып, «Иә, қазір неге қарамайсың?» Ол қолындағы кесесін үстелге қойды. «Уақыт жетпейді. Уақыт табуға болады ғой. Қарашы, қазір әйелдердің бәрі өздерін күтеді. Шаштарас, маникюр, спорт. Сен де солай жүрсен болмай ма?» Айым үнсіз қалды. Сосын жай ғана, «Болар. Балалар сәл ержетсін», деп жауап берді. Ол маған ештеңе айтпады. 4 баламен қай уақыт демеді. Үйдің шаруасын кім істейді демеді. Өзің бір рет болса да балаларға қарап көрдің бе демеді. Жай ғана жымиды. Бірақ сол күлкінің аз жағында қанша шаршау жатқанын мен көрмедім. Бірнеше күннен кейін кеңсеге жаңа қызметкер келді. Лаура. Жасы 27-лер шамасында. Өзіне өте күтімді. Үнемі жарасымды киінеді. Жұпар иісі аңқып тұрады. Кірген жерін күлкіге бөлеп жүретін. Бірінші күн ақ. «Асқар аға, сіз туралы көп жақсы сөз естідім. Сізбен жұмыс істейтіме қуаныштымын», деді. Бір ауыз мақтау, бір ауыз жылы сөз. Сол сөздің мені қайда апаратынын мен ол кезде мүлде білмедім. Лаура жұмысты тез меңгеріп кетті. Әдепті, сыпайы. Кеңседегілердің бәрімен тіл табысады. Бірақ маған келгенде бір өзгешелеу еді. «Асқар аға, мына келісім шартты қарап жібересіз бе?» «Әрине. Сізбен жұмыс істеу өте оңай екен». Осындай қарапайым сөздер. Бірақ сол сөздерді үйде ешкім айтпайтын. Үйде бәрі мені әке ретінде күтетін, күйеу ретінде күтетін. Ал жұмыста мені табысты ер адам ретінде көретін. Мен сол айырмашылықты сезіне бастадым. Бір күні Лаура кабинетке кофе көтеріп кірді. «Таңертеңнен бері ештеңе ішпеген шығарсыз». Мен таңырқап қалдым. «Қайдан білдің?» «Байқадым. Өзіңізді мүлде аямай жұмыс істейді екенсіз». Ол шығып кеткеннен кейін кофеге ұзақ қарап отырдым. Үйде де айым күнде шайымды дайындап қоятын. Бірақ мен оны ешқашан ерекше нәрсе деп қабылдамағанмын. Ал бөтен адамның бір кесе кофесі көңіліме жылы тиіп кетті. Сол күні кешке үйге келдім. Айым аулада балалардың велосипедін жуып отыр екен. Кішкентайымыз аяғына жабысып алған. Үлкені: «Анашым, ертең мектепке ақ көйлек керек». Ортаншысы: «Анашым, дәптерім таусылып қалды». Ең кішісі жылап тұр. Айым бәріне үлгеруге тырысып жүр. Мені көргенде баяғы әдетінше жымиып, «Келдіңіз бе? Қолымды жуып алайын, тамақ дайын», деді. Мен үнсіз басымды изедім. Бірақ оның күлімсіреген жүзіне емес, шаршаған жүзіне қарап қалдым. Келесі аптада достарымыз жиналды. Әңгіме арасында Нұрлан әйеліне қарап: «Жаным, бүгін ерекше әдемі болып кетіпсің», деді. Мен де еріксіз: «Иә, жарасып тұр екен», деп қойдым. Үйге қайтар жолда айым үндемей келе жатты. Көлікке отырғаннан кейін жай ғана: «Асқар, мен сенен бірдеңе сұрасам бола ма?»
Иә, мен шынымен қатты өзгеріп кеттім бе? Мен ойланып та жатпадым. Аздап. Бұрын өзіңе көбірек қарайтын едің. Қазір үйдің тіршілігіне кіріп кетіпсің. Ол терезеге бұрылып кетті. Ұзақ үнсіз отырды. Сосын жай ғана түсіндім, деді. Сол түні ол ештеңе демеді. Бірақ мен ұйықтап жатқанда, айым ванна бөлмесіне кіріп, айна алдында ұзақ тұрғанын кейін білдім. Өзін емес, өмірін іздеп тұрғандай еді. Келесі күні таңертең айым бұрынғыдан да ерте оянды. Балаларды оятып, таңғы асты дайындап болған соң айна алдына барды. Шашын тарады. Жеңіл ғана опа жақты. Ескі болса да ең әдемі көйлегін киді. Өзіне ұзақ қарап тұрды. Сосын ақырын ғана күлімсіреді. Сол күлкі бұрынғыдай емес еді. Ерсі жасалған күлкі болатын. Мен жұмысыма кетіп бара жатқанда ол, «Асқар, қалай болып тұрмын?» деп сұрады. Мен бір қарап шықтым. Жақсы, бірақ саршағаның бәрібір білініп тұр. Ол үндемей басын изеді. Мен шығып кеттім. Ал ол айнаға қайта қараған екен. Кейін қызым айтып берді. Анашым айнаға қарап тұрып жылап алды. Сосын бізге білдірмей бетін жуып шықты. Сол сөзді естігенде де жүрегім селт етпеді. Сол күні кеңседе Лаура жаңа көйлек киіп келді. Асқар аға, бүгін өзгеріс бар ма деп күліп айналып көрсетті. Өте жарасып тұр екен. Сізден естігім келгені осы еді деп мәз болып күліп жіберді. Мен де күліп жібердім. Бір ауыз мақтау. Біреуді сонша қуантатын сол кезде көрдім. Бірақ мен сондай сөзді әйеліме қашан айтқанымды есіме түсіре алмадым. Кешке үйге келсем, айым бақшадан қызанақ теріп жүр екен. Күн ұясына батып барады. Балалар жанында асыр салып ойнап жүр. Ол мені көріп тағы да күлімсіреді. Қараңызшы, биыл қызанақ жақсы шығыпты. Қыста өзіміздің тұздық болады. Ол қуанып айтып тұр. Ал мен қызанаққа да қарамадым. Оның қуанышына да қарамадым. Телефонымды қолыма алып, Лаураның хабарламасын оқып тұрдым. Асқар аға, ертең бірге түскі ас ішеміз бе? Мен бірден жарайды деп жауап бердім. Сол сәтте айым маған қарап тұрды. Ештеңе демеді. Бірақ әйел жүрегі кейде ер адамның аузынан шықпаған сөзді де сезеді екен. Сол күннен бастап ол мені жоғалтып бара жатқанын сезген шығар. Ал мен өзімді әлі де адал күйеуімін деп ойлап жүрдім. Өйткені адам опасыздықты көбіне әрекеттен емес, өз ойын ақтаудан бастайды. Осыдан кейін өтірік айту оңай болып кетті. Бұрын үйге асығатынмын. Енді жұмыстан кейін де кеңседе қалып қоятын болдым. Шындығында жұмыс емес. Лаурамен отырып сөйлескен ұнайтын. Бір күні ол, Асқар аға, бүгін түскі ас іштіңіз бе? Уақыт болмады. Онда жүрміз. Мен де әлі ішкен жоқпын. Екеуміз жақын жердегі шағын дәмханаға бардық. Ол өмірі туралы айтып берді. Жалғыз тұрамын. Кешке үйге барғым келмейді. Үй тым-тыныш. Кейде сөйлесетін адам жетіспейді. Мен еріксіз аяп кеттім. Сол кезде ол, сіз өте жақсы тыңдайды екенсіз. Әйеліміз бақытты шығар, деді. Мен жымиып қана қойдым. Ал сол сәтте айым үйде жалғыз өзі түскі ас ішіп отырды. Нақтырақ айтсам, ішіп те үлгермеді. Кішкентайымыз сорпаны үстіне төгіп алды. Ортаншысының дәптері жоғалып кетті. Үлкенінің ертеңгі сабағына керек қағаз табылмады. Түскі асы тағы суып қалды. Кешке үйге келдім. Айым қазанның қақпағын ашып, тамақты ысытып жіберейін бе деді. Қазір емес. Түсте тамақтанып алдым. Жұмыста ма? Иә, жұмыста. Бұл менің әйеліме айтқан алғашқы өтірігім еді. Шын мәнінде мен жұмыста емес. Лаура мен мейрамханада отырғанмын. Сол күннен кейін өтірік көбейді. Клиентпен кездесу, жиналыс, құжат өткізу, қала сыртына шығу. Айым ешқашан сен өтірік айтып тұрсың демеді. Керісінше, жақсы, өзіңізді күтіміз деп шығарып салатын. Бір кеште мен үйге түнге қарай келдім. Үйдің іші тыныш. Балалардың бәрі ұйықтап қалған. Ас үйдің шамы ғана жанып тұр. Айым үстел басында отырып қалыпты. Қолында ине жіп. Үлкен ұлымыздың жыртылған шалбарын тігіп отыр екен. Мені көріп орнынан тұрды. Келдіңіз бе? Иә. Тамақ жылтып берейін бе? Қажет емес. Мен бөлмеге қарай беттедім. Артына жай ғана «Асқар» деген дауыс естілді. Бұрылдым. Иә? Ертең мектепке ата-аналар жиналысы бар еді. Мұғалімі әкесінің де келгенін қалап отыр. Бара аласыз ба?
Мен ойланып та жатпадым. Ертең маңызды кездесуім бар, үлгермеймін. Айым басын изеді. Ештеңе етпейді, өзім барамын. Ол тағы да ештеңе талап етпеді, ештеңеге ренжігенін көрсетпеді. Бірақ дәл сол түні мен ұлымның жиналысынан бас тарттым, ал ертеңінде Лаурамен кешкі асқа уақыт таптым. Сол кезде мен мұны жай ғана таңдау деп ойладым. Қазір түсінемін. Бұл менің отбасынан алыстай бастаған алғашқы қадамдарының бірі екен. Лаура ер адамдардың көңілін қалай табуды жақсы білетін, ешқашан артық кетпейтін, бірақ әр сөзі дәл жүрекке тиетін. Бір күні кабинетіме құжат әкелді, үстелдің жанына келіп. Асқар аға, сіз болмасаңыз мына жұмыстың бәрін түсінбес едім, деп жымиып қойды. Мен, оны үйреніп кетесің дедім. Жоқ, сіздей сабырлы адам аз ғой. Ол сөзін айтып болып, шашын құлағының артына қайырып, күлімсірей сыртқа шығып кетті. Бірақ әлгі сөз күні бойы құлағымнан кетпеді. Келесі күні түскі үзілісте тағы келді. Бүгінде үйге асығасыз ба? Әдетте асығамын. Кейде өзіміз ішінде өмір сүрімізші. Осылай жұмыстан басқа ештеңе көрмейсіз бе? Ол күліп айтты. Мен де күліп жібердім. Бір аптадан кейін кеңседе жарық сөніп қалды. Барлығы дәлізге шықты. Лаура қасымда тұр екен. Асқар аға, әйеліңіз өте бақытты шығар. Неге? Өйткені сіз өте қамқор адамға ұқсайсыз. Мен үндемей қалдым. Сол сәтте үйдегі айым есіме түсті. Бірақ ойымда Лаураның келесі сөзі бөліп жіберді. Кейбір әйелдер ер адамның қадірін білмейді. Ол мұны жай ғана айтып тұрғандай көрінді. Ал мен сол сөзді өзіме қатысты қабылдап қойдым. Кешке үйге келдім. Айым аулада балалардың велосипедін жөндеп отыр екен. Қолының бәрі май, белін тіптеп тұра алмайды. Мені көргенде бәрібір күлімдеп, «Бүгін ерте келдіңіз ғой», деп қуанып қалды. Менің бар айтқаным, «Шәй дайын ба?» Болды. Ертемене Лаура жаңа көйлекпен келді. Кеңседегі қыздардың бәрі әдемі екен деп жатыр. Лаура маған қарап, «Асқар аға, сіз ештеңе айтпайсыз ба?» деп еркелей жымиды. Мен еріксіз, «Жарасып тұр екен» дедім. Ол қуанып, «Сізден естігім келгені осы еді» деп күліп жіберді. Сол күні кешке үйге келгенімде айым шашын қиып тастапты. Ұзын шашын ұйғынан сәл төмен етіп қысқартқан екен. Үндемей алдыма келді. «Байқадыңыз ба?» деп ұялғандай жымиды. Мен бір қарап, «Иә» деп қана қойдым. Болды, басқа ештеңе айтпадым. Айымның жүзіндегі күлкі сол сәтте-ақ сөніп қалды. Ал бүгін ойласам, бөтен әйелдің жаңа көйлегін байқап, мақтап жүрген мен, өз әйелімнің шашын қиғанын да жүрекпен көрмеппін. Сол күннен кейін Лаура маған жиі жаза бастады. «Қайырлы таң, кофе іштіңіз бе? Бүгін қатты шаршап тұрған сияқтысыз». Бастапқыда жай ғана жауап беретінмін, кейін өзім бірінші жазатын болдым. Бір күні кешке Лаура хабарласты. «Асқар аға, жұмыстан кейін бір дүкенге кіріп шығайықшы». «Не алайын деп едің?» «Жалғыз өзімнің барғым келмейді. Әйел адамға кеңес беретін адам керек қой. 1 сағат қана». Мен келістім. Ол көйлек таңдап жүр. Бірін киіп шығады. «Мынау қалай?» Екіншісін киіп шығады. «Ал мына түс маған жараса ма?» Сатушы қыз күліп, «Ағаңыздың талғамы жақсы екен». Лаура да күліп, «Иә, Асқар аға ұнатса болды», деп маған қарап қойды. Сол сөздер маған ерсі көрінген жоқ. Керісінше, көңілімді көтерді. Ал сол кеште үйде айым пештің алдында нан жауып тұрған. Кішкентайымыздың қызуы көтеріліп кетіпті. Бір қолмен баланың маңдайын сипайды, бір қолмен қамыр илейді. Үлкен қызы, «Анашым, әкем қашан келеді?» «Жұмыста шығар қызым, қазір келеді». Ол мені тағы да ақтады. Балалардың алдында бір ауыз жаман сөз айтпады. Үйге түнгі 11-ге келдім. Айым есікті ашты. Жүзі шаршаңқы болса да күлімсіреп қарсы алды. «Тамақ ішесіз бе?» «Жоқ». «Шәй ше?» «Жоқ». Ол басын изеді. «Жарайды. Айтпақшы, кішкентайымыз бүгін күні бойы әкемді сағындым деп жылады. Ертең жұмысыңыз болса да 5 минут ойнап кетсеңіз, қатты қуанып қалар еді». Мен күрт жауап бердім. «Айым, мен бәріне үлгере алмаймын. Ақша тауып жүрген де мен». Ол үнсіз қалды. Басын төмен түсіріп, «Мен ренжіп тұрған жоқпын. Балалар үшін айтып едім» деді. Сол түні ұйықтай алмай ұзақ жаттым. Бір сәтке айымның сөзі ойыма келді.
Бірақ дәл сол кезде телефоным жанып кетті. Лаурадан хабарлама. Бүгінгі кеш үшін рахмет. Қасында өзімді өте жайлы сезінемін. Мен еріксіз жымидым. Телефонды құшақтап ұйықтап кеттім. Ал менің дәл жанымдағы бөлмеде жылдар бойы мен үшін өмір сүрген әйелім белінің ауырғанына қарамай ертеңгі күнге қамырын ашытып қойып жатқанын мен білген де жоқпын. Уақыт өткен сайын Лаура екеуміздің әңгімеміз жұмыс туралы болмай қалды. Ол таңертең бірінші болып жазатын, түнде соңғы болып қайырлы түн дейтін. Бір күні өзі хабарласты. Асқар аға, бүгін көңіл күйім жоқ. Не болды? Ештеңе. Кейде мен де біреуге еркелегім келеді. Осы сөзден кейін үнсіз қалдым. Ол болса күліп жіберді. Қорқып кеттіңіз бе? Жоқ. Сіз қызық адамсыз. Сізбен сөйлессем, жаным тынышталады. Бірнеше күннен кейін жұмыстан шығып бара жатқанбыз. Лаура көлігімнің жанына келді. Үйге барасыз ба? Иә. Мені де жолай тастап жібересіз бе? Көлікке отырды. Жол бойы тынымсыз сөйлеп келеді. Күледі, әзілдейді. Кейде қолымен иығыма жеңіл ғана тиіп кетеді. Кешіріңіз, әдетім сондай деп күліп қояды. Мен үндемеймін, бірақ ішімнен әлгі қылығына мәз болып келемін. Бағдаршамның қызыл түсіне тоқтадық. Лаура маған қарап, бір нәрсе сұрасам, ренжімейсіз бе? Сұра. Сені әйелің мүлде қызғанбай ма? Мен күліп жібердім. Жоқ, ол маған сенеді. Лаура басын шайқап, кейде тым жақсы әйелдердің қадірін білмей кетеді ғой, ер адамдар, деп терезеге қарап қалды. Ол бұл сөзді жай ғана айтып тұрғандай көрінді, бірақ сол сөйлем күні бойы санамнан шықпады. Үйге кірсем, айым балаларды тамақтандырып отыр екен. Кішкентайымыз мені көріп жүгіріп келді. Әке, қараңызшы, мен сурет салдым. Ол қағазын көрсетіп тұр. Мен үстіртқана қарап, жақсы екен деп өте шықтым. Баланың жүзі сол сәтте-ақ түсіп кетті. Айым оны бауырына тартып, әкең шаршап келген ғой, кейін тағы көрсетесің деп мені тағы ақтап алды. Кешкі ас үстінде анам, Асқар, келініңнің белі ауырып жүр, бір дәрігерге апарып көрсетсеңші деді. Мен асығыс жауап бердім. Уақытым болмай жүр, келесі аптада апарамын. Айым бірден сөзге араласты. Қазір жақсымын, мама, уайымдамаңыз, жай ғана шаршаған шығармын. Ол тағы да мені қыспаққа қалдырмады. Тағы да мені қорғады. Ал мен сол түні Лаураға қымбат мейрамханадан үстел брондап отырдым. Мен сол кезде екі әйелдің айырмашылығын көрмедім. Бірі менен ештеңе сұрамайтын, бірі менен тек көңіл ғана сұрайтын. Мен соны махаббат екен деп қателестім. Лаура бірте-бірте менің өмірімнің бір бөлшегіне айналып бара жатты. Таңертеңгі хабарлама, түскі бірге ішкен ас, кешкі ұзақ әңгіме. Бір күні ол, Асқар, бүгін үйге барғың келмей тұр. Неге? Кейде бәрінен қашып кеткім келеді. Бүгін ештеңе ойламайтын бір жерге барсақ қайтеді. Мен үндемедім. Көлікті оталдырып қала сыртына қарай жүріп кеттім. Сол кеште біз қонақ үйге кірдік. Есіктің алдында бір сәт тоқтап қалдым. Жүрегім қатты соғып тұрды. Ішімнен кері қайт деген бір дауыс шыққандай болды. Бірақ сол дауысты тыңдамадым. Мен сол күні әйеліме ғана емес, өзіме де опасыздық жасадым. Сол күннен кейін қонақ үйге бару мен үшін сирек емес, үйреншікті нәрсеге айнала бастады. Лаурамен қонақ үйлерге барып жүрдім. Бір сәттік ләззат үшін. Әйелімнің сенімін сатып жүрдім. Балаларының ақысын жеп жүрдім. Үйде мені адал жарым күтіп отырғанда, мен бөтен әйелдің құшағынан бақыт іздеп жүрдім. Сол кезде маған бәрі қалыпты көрінді. Ешкім білмейді. Бұл уақытша ғана. Отбасымды бәрібір тастамаймын, деп өзімді күн сайын алдай бердім. Мен ләззат алып жүрмін деп ойладым. Шын мәнінде. Өз қолыммен шаңырағымның іргесін сөгіп жүргенімді түсінбедім. Ал үйде айым менің сүйікті тамағымды дайындап қоятын. Балаларға, әкелерім жұмыста, шаршап жүр, шуламаңдар, деп мені ақтап отыратын. Ол мені өзгелерден емес, өз балаларының алдында да қорғап жүрді. Ал мен соған лайық күйеу бола алмадым. Өтірік айту да оңайлады. Жиналыс, іс-сапар, клиентпен кездесу. Ал айым әр кеткен сайын жолыма ақ тілегін айтып шығарып салатын. Ол мені күтіп жүрді, ал мен оның адалдығын өз өтірігімнің тасасына жасырып жүрдім. Лаурамен кездесулеріміз жиілей берді. Қонақ үй бөлмесі, қымбат мейрамхана, жасырын қоңыраулар,
Жаңа телефон, жаңа құпия сөз. Мен өзімді ақылдымын деп ойладым. Бәрін жасырып жүрмін деп сендім. Лаура да бұрынғыдан батылырақ бола бастады. Маған мына сөмке ұнап жүр. Ана жаққа демалуға барғым келеді. Сізбен жүргенде ғана өзімді әйел сияқты сезінемін. Ол сөзін еркелеп айтатын, кейде ренжіген болып теріс айналатын, кейде жарайды, сіздің отбасыңыз маңыздырақ қой деп мұңая қалатын. Мен оны жұбатуға асығатынмын. Гүл, әшекей, ақша, сыйлық. Өйткені мен оның көңілін қалдырудан қорқа бастадым. Ал үйдегі әйелімнің көңілі қалғанын тіпті байқамайтынмын. Бір күні айым, Асқар, балалардың қысқы киімі керек еді, деді. Мен телефонымнан көз алмай, қазір шығын көп, келесі айда аламыз, дедім. Сол күні кешке Лаураға қымбат телефон сатып әпердім. Ол мойныма асылып, сіз мені қатты қуанттыңыз, деді. Мен мәз болдым. Сол сәтте өзімді жомарт еркек сезіндім. Ал шын мәнінде өз балаларыма тарылған ақшаны бөтен әйелге шашып жүрдім. Айым болса ештеңе сұрамады. Балалардың былтырғы киімдерін жуып, жыртылған жерін тікті. Үлкенінің күртесін кішісіне шақтап берді. Өзінің ескі шарфын қызына орап қойды. Биыл осыны киіп тұра тұр қызым, келесі жылы жаңасын аламыз, деді. Ол мені балалардың алдында тағы ақтады. Әкелерінің жұмысы жүрсін, сосын бәрін алып береді. Ал мен сол кезде Лаурамен қонақ үйде ләззат алып жүрдім. Белінің ауруы күшейе түсті. Кейде түнде төсектен тұра алмай қалатын. Бірақ таң атқанда бәрібір орнынан тұратын. Бірде ас үйде шелектегі суды көтеремін деп белі ұстап қалды. Қолындағы ыдыс жерге түсіп сынып кетті. Анам дауысын естіп жүгіріп келді. Ойбай, келін, абайламайсың ба? Ыдыстың бәрін сындырып біттің ғой. Айым еденге сүйеніп әрең отыр еді. Кешіріңіз, мама, қазір жинаймын, деді. Жинамай қайда барасың, балалар басып кетпесін. Айым үндемей сынған әйнектерді тере бастады. Саусағы кесіліп қан шықты. Сонда да бір ауыз қарсы сөз айтпады. Мен кешке келгенде қолындағы таңғышты көрдім. Не болды? Ыдыс сынып кетті. Абайласаңшы, бар айтқаным сол болды. Ол маған ұзақ қарады. Сол қарасында бір өтініш тұрғандай еді. Мені бір рет болса да түсінші, бір рет болса да жанымнан табылшы. Бірақ мен көрмедім. Телефоным тағы дір етті. Лаура, сені сағындым деп жазыпты. Мен бірден сыртқа шығып кеттім. Ал айым ас үйде жалғыз қалды. Сынған ыдысты да, сынған көңілін де өзі жинап отырды. Мен өзімді бәрін бақылап жүрмін деп ойладым. Үйде де тыныш, жұмыста да тыныш. Лаура да риза. Ешкім ештеңе білмейді деп сендім. Бірақ өтіріктің бір жаман жері бар екен. Ол бір өтірікті жасыру үшін екіншісін айтқызады. Сол күндері Лаура бұрынғыдан да көп нәрсе талап ете бастады. Асқар, маған уақыт бөлмей кеттіңіз. Жұмыс көбейіп кетті. Жұмыс емес, үйіңізден шыға алмай жүрсіз. Кейде мені де ойлаңызшы. Ол ренжіген болып қабағын түйетін. Мен бірден көңілін аулауға тырысатынмын. Бір күні ол, демалысқа барайықшы, екеуміз ғана, 2-ақ күн. Мен ойланып қалдым. Қазір қиын. Неге? Үйде, сөзімді аяқтатпай, үй. Сіздің өміріңізде үйден басқа ештеңе жоқ па, деді. Мен үндемедім. Сол түні үйге келсем, айым ұйықтамапты. Ас үйде шай ішіп жалғыз отыр екен. Алдында дәрі жатыр. Ауырып тұрсың ба? Белім, бүгін сәл қаттырақ ауырып кетті. Дәрігерге бардың ба? Жоқ. Балаларды кімге қалдырамын? Анамның да қысымы көтеріліп жүр. Әйтеуір өтіп бетер. Ол тағы да өзін емес, бәрін ойлап отыр. Мен басымды изедім де бөлмеге кіріп кеттім. Ертеңіне таңертең ол менің жейдемді үтіктеп тұр екен. Белін тіктей алмай үстелге сүйеніп қалады. Сонда да үтігін өшірмейді. Мені көріп, мына көк жейдеңізді кисеңіз жарасады. Бүгін жиналысымыз бар ғой, деді. Мен жейдені алдым. Бір ауыз рахмет те айтпадым. Ал сол күні түсте Лаура хабарласты. Асқар, сізді сағындым. Көргім келіп тұр. Жұмысымды тастап шығып кеттім. Онымен кездесуге. Сол күні алғаш рет. Ішімде бір қорқыныш пайда болды. Бірақ кеш еді. Мен Лаураға үйреніп қалған едім.
Ол мені сағындым десе, бәрін тастап баратын болдым. Ал үйде мені өмір бойы күтіп жүрген әйелдің сағынышын үйреншікті нәрсе сияқты қабылдап кеттім. Сол кезде түсінбеген бір шындық бар екен. Адам өз үйіндегі мейірімге үйреніп кетеді, ал сырттан келген жалған жылылықты махаббат деп қателеседі. Мен де дәл сол қателікті жасадым, және сол қателігім үшін өте ауыр ақы төлейтінімді әлі білмейтін едім. Айым еш қашан телефонымды ақтарған емес, қалтамды тексерген емес, қайда жүрсің деп соңымнан аңдыған емес. Ол маған толық сенетін. Сол сенімді мен күнде сатып жүрдім. Бір күні кешке үйге келіп, күртемді орындыққа тастай салдым. Телефоным дыбыс шығарды. Мен жуынатын бөлмеде едім. Айым телефонды әкеліп бермек болып, қолына алған екен. Экранда бір ғана хабарлама жанып тұрды. Сағындым. Жіберушінің аты жазылмаған, тек нөмір. Айым хабарламаны ашпады. Телефонды үнсіз үстелдің үстіне қойып кетті. Мен шыққанда ештеңе сұрамады. Бірақ сол күннен бастап оның жанарына мұң ұялады. Келесі күні таңертең мен жұмысқа кетіп бара жатқанда, ол галстугымды түзеп тұрып, «Асқар», деді. «Иә, бір сұрақ қояйыншы?» «Қой, соңғы кезде менен жалығып кеткен жоқсыз ба?» Мен еріксіз күліп жібердім. «Не айтып тұрсың?» «Жай, ішім біртүрлі болып жүр». Мен оның маңдайынан сүйіп, «Артық ойлама, жұмыстың көптігі ғана», дедім. Сол өтірігіме өзінде сеніп тұрғандай сөйледім. Ал айым тағы да сеніп қалды. Сол күні кешке Лаурамен қала сыртындағы мейрамханаға бардық. Ол мәз, күліп отыр. Бір кезде қолымды ұстап, «Асқар, егер мен сіздің өміріңізге ертерек келгенімде, бәрі басқаша болар ма еді?» деді. Мен жауап бере алмадым. Өйткені дәл сол сәтте көз алдыма айым елестеді. Жас айым. Ақ көйірлекпен маған қарай жүгіріп келе жатқан айым. 4 баламды дүниеге әкелген айым. Белін ұстап жүрсе де, менің сүйікті тамағымды дайындап жүрген айым. Бір сәтке орнынан тұрып кеткім келді, бірақ тұрмадым. Үйге келгенде түн болып кеткен, аулада жарық жанып тұр екен. Айым орындықта жалғыз отыр. Мені күтіп ұйықтап кетіпті. Тізесінде кішкентай қызымыз жатыр. Үстіне өз орамалын жауып қойған. Мен сол көрініске қарап тұрып қалдым. Бір сәтке жүрегім шым етті. Дәл сол кезде қызымыз ұйқылы ояу көзін ашып, «Әке, сіз бүгінде кешіктіңіз», деді. Мен ештеңе айта алмадым. Ал айым оянып кетіп әдетінше, «Келдіңіз бе? Қарныңыз ашқан шығар. Жүрміз, тамақты жылытып берейін», деп орнынан тұрды. Белін ұстап, әрең тұрды. Сол сәтте менің көзім бірінші рет оның беліне түсті. Бірақ телефоным тағы дірілдеді. Экранда тағы да Лаураның есімі жанып тұрды. «Ұйықтап қалдың ба? Дауысыңды естігім келіп тұр». Мен айналама қарадым. Айым ас үйде мен үшін тамақ жылытып жүр. Балалар баяғыда ұйықтап қалған. Үйдің іші тыныш. Мен ақырын сыртқа шықтым. «Алло, ұйықтамадыңыз ба? Жаңа ғана келдім. Мені сағындыңыз ба?» Мен күліп жібердім. «Иә, өтірік айтпаңыз. Сіз қазір үйде отырсыз. Ертең жұмыстан кейін менікіне келіңізші. Көптен екеуміз оңаша отырмадық». Мен көп ойланбадым. «Жарайды». Телефонды қойдым. Ертеңіне таңертең айым әдеттегідей мені шығарып салды. Жейдемді түзеп қойды. «Бүгін кешікпей келесіз бе? Балалар сізбен бірге кешкі ас ішеміз деп жүр». Мен көзімді тайдырып, «Қолымнан келсе», дедім. Ол тағы да күлімсіреді. «Жарайды». Сол бір «жарайды» сөзі соңғы кездері тым жиілеп кеткен еді. Кешке мен үйге емес, Лаураға бардым. Ол дастархан жайып қойыпты. Шам жағып қойған. Жай музыка ойнап тұр. Мені көріп қуанып құшағыма келді. «Мен сені күттім». Сол кешті тағы бірге өткіздік. Мен өзімді бақыттымын деп алдадым. Ал шын мәнінде, үйде мені күтіп отырған адамның жүрегін күн сайын жаралап жүргенімді түсінбедім. Түн ортасында үйге кірдім. Айым ояу екен. Ол балалардың мектеп формасын үтіктеп отыр. Мені көргенде бәрібір. «Келдіңіз бе? Шаршаған шығарсыз», деп орнынан тұрды. Мен өтірігімді тағы қайталадым. Жиналыс ұзаққа созылды. Айым басын изеді. «Жарайды, шай құйып берейін». Мен оның көзіне қарадым. Бұрынғыдай сенім бар еді. Сол сенімнің алдында өзімді кішкентай сезінуім керек болатын. Бірақ мен әлі де тоқтай алмадым. Өйткені адам күн сайын арын аттаған сайын, кейін қайту бұрынғысынан да қиындай түседі екен.
Ертесі асығып шығып бара жатып, телефонымды үйде ұмытып кетіппін. Мұны жұмыста ғана білдім. Ішім бірден секем алды. Өйткені соңғы кезде Лаура маған күнде жазатын. Үйде айым телефонның шырылдаған дауысын естіпті. Алғашында көтергісі келмеген. Бәлкім, жұмыстан біреу іздеп жатқан шығар деп ойлаған. Экранға көзі түсіп кеткен. Лаура. Бірнеше секундтан кейін тағы хабарлама келді. Кеше түн өте керемет болды. Бүгін де сені күтемін. Айым телефонды қолынан түсіріп ала жаздапты. Ол хабарламаны ары қарай оқымады. Телефонды жай ғана үстелдің үстіне қойып, үнсіз ас үйге кіріп кеткен. Сол күні алғаш рет. Қолы қамыр илеп тұрса да, көзінен жас тоқтамаған екен. Кешке үйге келгенімде бәрі бұрынғыдай көрінді. Балалар ойнап жүр. Анам теледидар қарап отыр. Әкем аулада. Тек айым ғана өзгеріп кетіпті. Үндемейді, күлмейді. Көзіне қарасам, түнімен жылағаны біліп тұр. Мен бәрін түсіндім, бірақ бәрібір. Не болды? Деп сұрадым. Ол үнсіз барып телефонымды алдыма қойды. Бұл кім? Дауысы көтерілген жоқ, қолы дірілдеген жоқ. Тек жанары ғана сынып тұрғандай еді. Мен жауап бере алмадым. Өйткені дәл сол сәтте айтатын өтірігімде қалмаған еді. Мен үнсіз отырдым. Айым да үнсіз. Үйдің іші тып-тыныш. Бірнеше минуттан кейін ол баяу ғана. Қанша уақыт болды? Мен басымды төмен түсірдім. Айым, кешір. Мен кешірімді сұраған жоқпын. Қанша уақыт болды? Дауысы қатты шыққан жоқ. Бірақ сол сабырлы дауыстан өзім шошып кеттім. Ұзақ үнсіздіктен кейін 6 ай дедім. Айым көзін жұмып алды. Жас екі бетімен төмен сырғып кетті. Демек, осы 6 ай бойы мен сені күтіп жүрген екенмін. Сенің сүйікті тамағыңды пісіріп жүрген екенмін. Балаларға әкелерің жұмыста деп айтып жүрген екенмін. Ал сен басқа елдің қасында жүрген екенсің. Мен үндемедім. Айтар сөзім жоқ еді. Ол маған бұрынғыдай ашуланбады, айқайламады, кек сұрай берді. Ол менен әдемі ме? Мен жауап бере алмадым. Жас па? Үндемедім. Сен оны сүйесің бе? Мен тағы да үндемедім. Айым ауыр күрсінді. Жауап берме. Сенің үндемей отырғанының өзі жетеді. Сол кезде кішкентай ұлымыз жүгіріп келді. Анашым, қарным ашты. Айым көз жасын алақанымен сүртіп жіберді. Бір сәттің ішінде жүзін өзгертіп, қазір құлыным, деп баласын құшағына алды. Ас үйге кіріп кетті. Газдың астын жақты. Табаға май құйды. Баласына тамақ әзірлей бастады. Мен есіктің алдында қатып тұрдым. Әлемі қирап тұрса да. Баласының қарнын тойлауды бірінші орынға қойған әйелді сол күні қайта таныдым. Балаларды ұйықтатқан соң айым бөлмеге қайта кірді. Қолында менің неке жүзігім тұр екен. Оны алақаныма қойды. Мынаны өзіңе қалдыр. Сақтайтын адам сен емес екенсің. Мен дірілдеп, айым, мен қателестім. Жоқ Асқар, бұл бір күндік қателік емес. Бұл күнде жасаған таңдауым. Сен күнде соған бардың, күнде маған өтірік айттың, күнде балалардың көзіне қарап өтірік сөйледің. Сосын бір ауыз сөз айтты. Сол сөз өмір бойы құлағымнан кетпейді. Мен сенің басқа әйелмен болғаныңа емес, сенің мені ақымақ көргеніңе күйіп тұрмын. Сол сәтте бірінші рет, бар байлығымнан емес, ең асыл адамымнан айырылып бара жатқанымды сездім. Сол түні еш қайсымыз ұйықтай алмадық. Мен қонақ бөлмеде таңды күттім. Айым балалардың жанында жатты. Үйдің іші бұрын соңды мұндай суық болып көрінбеген. Таңертең бәрі бұрынғыдай басталды. Айым сағат 7-де орнынан тұрды. Балалардың таңғы асын әзірледі. Үлкенін мектепке шығарып салды. Кішкентайының шашын тарап берді. Ештеңе болмағандай. Тек көзі ісіп кеткен. Тек жүзі қуарып кеткен. Анам бәрін бірден сезді. Келін, ауырып тұрсың ба? Жоқ, мама, жай ғана басым ауырып тұр. Анам әрі қарай сұрамады. Ал мен ас үйдің есігінен сығалап қарап тұрдым. Кеше ғана мен үшін көз жасын төккен әйел, бүгін балалардың күлгенін ғана ойлап жүр. Балаларды шығарып салған соң, айым маған қарады. Кешке ертерек кел, сөйлесуіміз керек. Дауысы өте сабырлы еді. Мен басымды изедім. Жарайды,
Бірақ кешке тағы да Лаура хабарласты. Асқар, сенімен сөйлесуім керек, өте маңызды. Мен бір сәт ойланып қалдым. Үйде Айым күтіп отыр, ал мына жақта Лаура. Соңында тағы да Лаураны таңдадым. Үйге түнгі 12-де келдім. Айым ұйықтамаған екен. Үстелдің үстінде 2 кесе шай тұр. Бірі мүлде суып кетіпті. Күттім бе? Иә. Кешір, жұмыс. Ол сөзінді бөліп жіберді. Әлде өтірік айтасың ба? Мен үнсіз қалдым. Ол орнынан тұрды. Бүгін саған соңғы мүмкіндік бергін келген. Балалар үшін бәрін ұмытайын деп ойладым. Мүмкін тоқтар деп үміттендім. Бірақ сен тағы да соған бардың. Менің күткенім бекер екен. Айым бөлмеге кіріп кетті. Бірнеше минуттан кейін кішкентай ғана сөмкемен шықты. Ішіне менің киімдерімді салып қойған екен. Сөмкені есіктің алдына қойды. Асқар, мен сені жек көрмеймін, бірақ өзімді енді қорлауға жол бере алмаймын. Балалар әкесіз өссе де өсер, ал анасының күнде жылап жүргенін көріп өспесін. Ол есікті ашты. Мен табалдырықта қатып қалдым. Сол сәтте ғана түсіндім. Лаура маған ләззат сыйлаған шығар, ал Айым маған өмір сыйлаған екен. Мен сол өмірден өз қолыммен айырылып тұрдым. Мен үнсіз сөмкемді қолыма алдым. Есіктен шықтым. Артқа бір рет қарадым. Айым есікті тарс жауып жіберген жоқ. Жай ғана ақырын жапты. Сол ақырын жабылған есік менің өмірімдегі ең қатты дыбыс болып қалды. Алғашқы түні қонақ үйде қондым. Лаураға хабарластым. Бүгін үйден кеттім. Ол үнсіз қалды. Сосын, шынымен бе? Иә. Онда бәрі жақсы болады. Енді ешкімнен жасырынбаймыз. Сол сөзді естігенде өзімді жеңген адамдай сезіндім. Бірақ ол сезім ұзаққа созылмады. Ертеңіне таңертең көзімді ашқанда айналам тым-тыныш екен. Ешкім «әке, тұрмысшы» демейді. Асүйден шәйнектің ысқырығы естілмейді. Жаңа піскен нанның иісі жоқ. Балалардың күлкісі жоқ. Сол кезде ғана үй деген 4 қабырға емес екенін түсіндім. Үй деген сол адамдар екен. Бірнеше күн өтті. Мен Лаурамен бірге мейрамханаларға бардым. Қала араладық. Бірақ көңілім бұрынғыдай көтерілмейтін болды. Кешкісін еріксіз телефонымды ашып, балалардың суреттеріне қарайтынмын. Үлкен ұлымның мектеп формасымен түскен суреті. Қызымның туған күніндегі суреті. Кішкентайымның маған жабысып тұрған суреті. Жүрегім бір түрлі қысыла бастады. Бір күні шыдай алмай үйдің сыртына барып тұрдым. Көлікпен көшенің арғы бетіне тоқтадым. Аулада балалар ойнап жүр екен. Кішкентай қызым, «Әкем қашан келеді?» деп сұрады. Айым оның басынан сипап, «Әкеңнің жұмысы көп шығар қызым», деді. Ол мені әлде балалардың алдында жамандамапты. Тіпті бәрін білгеннен кейін де. Менің әкелік абыройымды сақтап қалуға тырысып жүр екен. Сол кезде көзімнен жас өздігінен ағып кетті. Мен кеш түсіндім. Менің ең үлкен бақытым үйде болған, ал мен оны сырттан іздеппін. Үйден кеткеніме 2 апта болды. Алғашқы күндері Лаура үнемі қасынан табылатын. Енді бәрі артта қалды. Енді тек екеуміз боламыз. Мен де соған сендім. Тіпті жаңа пәтер жалдап бірге тұрамыз деп ойлай бастадым. Бір күні кешке Лаура, «Асқар, сөйлесейікші?» Не болды? Маған мына жалдамалы пәтер ұнамайды. Қала ортасынан жақсырақ пәтер жалдайық. Жарайды. Және мына көлігіңді мен айдап жүрсем болмай ма? Мен күнде таксимен жүруден шаршадым. Мен үндемей басымды изедім. Ол бұрынғыдан да еркін сөйлей бастады. «Ана сағатынды ауыстыршы. Маған мына брендтің сөмкесі ұнайды. Дубайға барып қайтсақ қой. Бұрын мұндай сөздерді байқамайтынмын. Қазір ғана ойландым». Ол менен бір ретте «Балаларыңды сағындың ба?» деп сұрамапты. Бір ретте «Әйеліңнің жағдайы қалай екен?» демепті. Оған тек мен емес. Менің ақшам мен мүмкіндігім керек болғанын біртіндеп сезіне бастадым. Бір күні банктен хабарласты. Компанияның жағдайы нашарлап бара жатыр екен. Мен соңғы айларда жұмысқа дұрыс көңіл бөлмегенмін. Бірнеше ірі тапсырыс басқа компанияларға өтіп кетіпті. Серіктесім ашуланып, «Асқар, саған не болды? Бұрынғы адам емессің, басың қайда жүр?» деп телефонды тарс жауып қойды. Сол күні кешке Лаураға бәрін айттым. Біраз уақыт шығынды азайту керек сияқты. Қазір жағдай қиындап тұр.
Лаура үндемей қалды. Бірнеше секундтан кейін ғана: «Сонда Дубайға бармаймыз ба?» деді. Мен алғаш рет оның жүзіне ұзақ қарадым. «Мен жұмыстан айырылудың алдында тұрмын. Компаниям құлағалы тұр. Ал оның уайымы Дубай». Сол сәтте көз алдыма айым елестеді. Мен кәсібімді енді бастаған жылдар. Қалтамда ақша жоқ кез. Сол кезде айым: «Уайымдама, бәрі болады, мен қасындамын», деп қолымды қысып тұрған. Бірі менімен жоқшылықта қалған еді. Бірі байлығым бар кезде келген еді. Екеуінің айырмашылығын мен тым кеш түсіндім. Сол түні алғаш рет айнаға қарап өзінен ұялдым. Мен әйелімді ғана жоғалтпаған екенмін. Мен өзімді де жоғалтып алған екенмін. Сол күннен кейін кәсібім бұрынғыдай жүрмеді. Таңертең кеңсеге барсам, көңілім жұмыста болмайтын. Құжаттардың астында отырсам да, ойым басқа жақта. Бір келісім шарттан айырылдық, артынша екіншісінен. Компанияның есепшісі кабинетіме кіріп: «Асқар аға, жеткізушілер ақшасын сұрап жатыр. Қызметкерлердің жалақысы да кешігіп қалды. Не істейміз?» Мен алғаш рет жауап таба алмадым. Сол күні кешке Лаураға бәрін айттым. Жағдай бұрынғыдай емес. Біраз уақыт шығынды қысқарту керек. Лаура қабағын түйіп: «Сонда маған уәде берген көлікті алмаймыз ба?» Мен таңырқап қарадым. «Қазір оның уақыт емес. Компанияны сақтап қалуым керек». Лаура ренжіген күйі орнынан тұрды. «Соңғы кезде мүлде өзгеріп кеттіңіз. Бұрын бәрін ойланбай істейтін едіңіз». Мен алғаш рет ашуландым. Бұрын бәрі басқаша еді. Ол иығын қиқаң еткізді. «Онда бұрынғыдай қылыңыз». Бірнеше күннен кейін банктен қоңырау келді. Несиенің төлемі кешігіпті. Артынша серіктестерінің бірі келісім шартты бұзатынын айтты. Жұмысшыларының бірі жұмыстан шығып кетті. Компания көз алдымда құлдырап бара жатты. Кешке Лаурамен кездескенімде ол телефонын маған қарай бұрды. «Мына сақина ұнап тұр, маған сыйлашы». Мен шаршаған күйі: «Лаура, қазір сақина ойлайтын уақыт емес, ол күрт өзгеріп кетті. Мен саған сонша уақытымды жұмсадым, ал сен маған бір сақинаны да қимайсың ба?» Мен үнсіз қалдым. Ол орнынан тұрып: «Сен де бәрі сияқты екенсің», деді де кетіп қалды. Сол түні көлігімде жалғыз отырдым. Жаңбыр жауып тұр. Әйнекке тамған жаңбыр тамшыларын қарап ұзақ отырдым. Есіме айым түсті. Ол ешқашан менен алтын сұрамаған, ешқашан көлік сұрамаған, ешқашан шетелге апар деп мазаламаған. Тек кейде ғана: «Асқар, бүгін ертерек келші, балалар қуанып қалады», дейтін. Мен соған да уақыт таппаппын. Ал бүгін бар уақытым бар. Бірақ мені күтіп отырған ешкім жоқ еді. Арада бір ай өтті. Компаниям күн сайын төмендеп бара жатты. Бір күні банктен хат келді. Несие төлемі кешіктірілген. Артынша серіктесін келді. Құжаттарды үстелге қойып: «Асқар, мен сені 15 жылдан бері танимын. Бірақ соңғы жарты жылда мүлде басқа адам болып кеттің. Клиентті жоғалттың, жұмысты жоғалттың, өзіңді жоғалттың. Мен енді сенімен жұмыс істей алмаймын». Ол қолымды қысып кабинеттен шығып кетті. Мен жалғыз қалдым. Кешке Лаураға хабарластым. «Кездесейікші. Бүгін қолым тимейді. Маңызды еді. Ертең сөйлесерміз». Даусы суық шықты. Бұрынғы еркелігі жоқ. Ертеңіне оның пәтеріне бардым. Есікті ұзақ қақтым. Ешкім ашпады. Телефон соқтым. Көтермеді. Дәл сол кезде подъезден бір жігіт шықты. Мені көріп: «Лаураны іздеп тұрсыз ба?» «Иә». «Олар шығып кетті ғой». «Кімдер?» «Жігітімен, аз ғана бұрын». Мен үнсіз қалдым. «Қай жігіті?» Жігіт таңырқап: «Осы соңғы кезде келіп жүрген жігіті ғой, қара джиппен келетін. Екеуі демалысқа кетіп бара жатырмыз» деп қуанып шықты. Бір сәтке жер айналып кеткендей болды. Мен қабырғаға сүйеніп қалдым. Құлағым шынылдап кетті. Телефоным дірілдеді. Лаурадан хабарлама: «Асқар, мен саған ештеңе уәде берген жоқпын. Екеумізге осылай дұрыс болады. Мені іздеме». Бар болғаны 3 сөйлем. Көлігіме отырып ұзақ жыладым. Ер адам жыламайды дейді. Жылайды екен. Бірақ тым кеш жылайды екен. Мен Лаура үшін емес, өзім үшін жыладым. Балаларым үшін жыладым. Айым үшін жыладым. Ең ауыр ой сол кезде келді. Егер дәл қазір үйге барсам, есікті айым ашпайды.
келдіңіз бе демейді. Үстелдің үстінде менің сүйікті тамағым тұрмайды. Өйткені сол үйдің жылуын өз қолыммен өшірген мен едім. 2 күн бойы үйден шықпадым. Телефоным үнсіз. Лаура жоқ. Жұмыс жоқ. Көңілім жоқ. Айнаға қарасам, өзімді танымаймын. Көзімнің асты көгеріп кеткен. Шашым ағара бастапты. Бірнеше айдың ішінде 10 жылға қартайғандаймын. 3-ші күні шыдай алмадым. Көлігіме отырдым. Бағытымды өзімде байқамай. Үйге қарай бұрыппын, баяғы өз үйіме. Қақпаның алдына келіп тоқтадым. Темір қақпа сол күйі, бақша сол күйі, алма ағаштары сол күйі. Тек мен ғана бөтен болып қалыппын. Қақпаны ақырын аштым. Ауладан балалардың күлкісі естілді. Кішкентай ұлым доп қуалап жүр екен. Мені көрген бойда қатып қалды. Бірнеше секунд үнсіз тұрды да, «Әке!» деп жүгіріп келіп құшақтады. Мен тізерлеп отырып оны құшақтап алдым. Көзінен жас тоқтамады. «Сағындым сені» дедім. Ол аңғал көңілмен, «Біз де сағындық. Анам күнде суретіңізге қарап отырады» деді. Жүрегім шым ете қалды. Сол кезде есіктен Айым шықты. Үстінде қарапайым көйлек, шашы жинақы, бірақ жүзі бұрынғыдан да жүдеп кеткен. Белін баяу ұстап баспалдақтан түсті. Екеуміздің көзіміз түйісті. Ол жақындамады. Мен де не айтарымды білмедім. Ұзақ үнсіздіктен кейін ғана, «Айым, кешірші» дедім. Ол көзін төмен түсірді. «Кешірім сұрауға кеш қалыпсың, Асқар». Мен үнсіз тұрдым. Мен күнде сенің келгеніңді күттім. Күнде өзін тоқтайсың деп үміттендім. Күнде балаларға әкең келеді деп айттым. Ал сен күнде басқа біреуді таңдадың. Бір рет емес, жүздеген рет. Сондықтан бүгінгі кешірім кеше керек еді. Өткен айда керек еді. 6 ай бұрын керек еді. Мен жылап жібердім. Бір мүмкіндік берші, балалар үшін, өзім үшін. Мен бәрін түзетемін. Айым көз жасын сүртті. Сосын өмірімдегі ең ауыр сөзді айтты. Асқар, сынған әйнекті жабыстыруға болады, бірақ бұрынғы қалпына келтіру мүмкін емес. Мен сені жек көрмеймін, бірақ баяғы саған сенген Айым енді жоқ. Оны сен өз қолыммен жоғалттым. Айымның сөзінен кейін не айтарымды білмедім. Үндемей басымды төмен түсірдім. Көзіме балаларым түсті. Үлкен ұлым есіктің жанында үнсіз тұр. Қызым анасының қолынан ұстап алған. Кішкентайым мені көріп қуанып тұр. Олар ештеңені түсінбейді, бірақ үйдегі бір нәрсенің өзгергенін сезіп тұр. Мен ақырын ғана, «Балалармен сөйлессем бола ма?» дедім. Айым басын изеді. Олар сенің балаларың. Әкелерімен сөйлесуге рұқсат сұрамайды. Балалар жүгіріп келіп мойныма асылды. «Әке, енді үйге қайтып келесіз бе?» Үлкен ұлымның осы сұрағы жүрегімді қағайырды. Мен жауап бере алмадым. Қызым аңғал көңілмен, «Анашым күнде жылайды, бірақ бізге білдірмейді. Түнде су ішуге тұрсам, ас үйде жалғыз отырады». Сол сөзді естігенде аяғым қалтырап кетті. Мен Айым жаққа қарадым. Ол көзім басқа жаққа бұрып әкетті. Балалардың алдында өзін ұстап тұр. Әдетінше тағы да мықты болып тұр. Кетерде кішкентай ұлым қолымнан ұстап қалды. «Әке, бүгін кетпеңізші. Бүгін бізбен ұйықтаңызшы». Мен баламды құшақтап бетінен сүйдім. Дауысым дірілдеп, «Әзірге болмайды балам», дедім. Ол жылап жіберді. Мен де көз жасымды тыя алмадым. Қақпадан шығып бара жатқанымда еріксіз артыма қарадым. Айым балаларды үйге кіргізіп барады. Әдетінше бәрін алдымен балалардан бастады. Өзінің қайғысын тағы да кейінге қалдырды. Мен көлікке отырдым. Қозғалуға батылым жетпеді. Сол сәтте ғана түсіндім. Мен Лаура үшін ақшамды жоғалтқан жоқпын. Лаура үшін кәсібімді жоғалтқан жоқпын. Мен бір сәттік ләззаттың соңынан жүріп, балаларымның маған деген сенімін жоғалттым. Әйелімнің махаббатын жоғалттым. Үйімнің жылуын жоғалттым. Ал адамның ең үлкен байлығы банктегі ақша емес екен. Кешке келдіңіз бе деп күтіп алатын жары екен. Мен оны тым кеш түсіндім. Арада 1 жыл өтті. Кәсібімнің жартысы жабылып қалды. Бұрын бірге жүрген адамдардың көбі теріс айналды. Телефоным бұрынғыдай тынымсыз шырылдамайды. Кешкі мейрамханалар да қалды. Қымбат қонақ үйлер де қалды. Лаура баяғыда жоқ болды. Ол кеткен күні қайта хабарласқан емес. Кейін естідім. Басқа бір кәсіпкермен бірге жүр екен. Сол кезде ғана түсіндім. Ол мен емес.
менің жағдайымды жақсы көрген екен. Ал мен әр жұма сайын балаларымды көруге баратын болдым. Қақпадан кірген сайын 4 бала жүгіріп шығады. Әке келді. Сол сәтте өзімді дүниедегі ең бақытты адам сезінемін. Бірақ кеш түскенде олар «Әке, бүгін қалып кетші» деген сайын жүрегім ауыратын. Мен қала алмайтынмын. Өйткені ол үй енді менікі емес еді. Бір күні үлкен ұлым жаныма келді. «Әке, бір сұрақ қойсам бола ма?» «Қой, балам». Ол біраз үнсіз тұрды. «Сіз анашымды әлі жақсы көресіз бе?» Тамағыма бір нәрсе тығылып қалғандай болды. «Иә, өте қатты жақсы көремін». Ұлым көзіме қарап, «Онда неге ренжіттіңіз?» Мен жауап бере алмадым. 12 жасар балама жауап таба алмадым. Кетерімде айым ауладағы гүлдерді суарып жүр екен. Бұрынғыдай әдемі күледі. Балалармен әзілдеседі. Бірақ оның көзіндегі маған деген сенім баяғыдай емес. Мен жанына барып, «Айым, тағы да кешірім сұрасам бола ма?» Ол күлімсіреген күйі басын шайқады. «Асқар, мен сені әлде қашан кешірдім. Жүрегім жарыла жаздады. Онда неге қайта бастамаймыз?» Айым су құйғышты жерге қойды, маған тура қарап. «Кешіру мен қайта сенудің айырмашылығы бар. Мен саған жамандық тілемеймін. Балаларға жақсы әке болғаныңды қалаймын. Бірақ әйел ретінде қайта орала алмаймын. Себебі мен күнде есікке қарап күткен күндерімді ұмыта алмаймын. Мен өзімді жеткіліксіз әйел шығармын деп кінәлаған күндерімді ұмыта алмаймын. Ал шын мәнінде кінә менде емес екен». Мен үнсіз бұрылып кеттім. Қақпадан шығып бара жатқанда айымның дауысы естілді. «Асқар!» Мен тоқтадым. «Балаларды тастама, олар саған әлде мұқтаж». Мен басымды изедім. Сол күні түсіндім. Адам кейде ең үлкен жазаны түрмеден алмайды. Өмір бойы өз қатесімен өмір сүруден алады. Ал менің жазам күн сайын балаларымның үйіне қонақ болып барып, бір кездері өз үйім болған жерден қайта шығып кету еді. Бүгін осы оқиғаны айтып отырғаныма 5 жыл болды. Шашыма ақ түсті, жасым ұлғайды. Көп нәрсе өзгерді, бірақ бір нәрсе өзгермеді. Өкініш. Қазір кейде көлігіммен баяғы үйдің қасынан өтемін. Бақша бұрынғыдай жайқалып тұр. Алма ағашы да орнында. Балалар өсіп қалыпты. Үлкен ұлым қазір университетте оқиды. Қызым мектептің жоғары сыныбында. Кішкентайларда ер жетіп келеді. Уақыт ешкімді күтпейді екен. Бір күні университеттен кейін үлкен ұлым екеуміз кафеде отырып әңгімелестік. Ол маған ұзақ қарап отырды да, «Әке, бір нәрсе сұрасам бола ма?» «Әрине, балам». «Анамды әлде жақсы көресіз бе?» Мен еш ойланбастан, «Иә, өмірімде ең қатты жақсы көрген адам анаң». Ұлым ауыр күрсінді. «Онда неге сондай адамды жоғалтып алдыңыз?» Мен үнсіз қалдым. 47 жасымда, 20-дағы ұлыма жауап бере алмадым. Қазір адамдар менен ең үлкен жоғалтқаның не деп сұрайды. Мен ешқашан ақшам немесе кәсібім деп айтпаймын. Менің ең үлкен жоғалтқаным маған адал болған әйелдің сенімі. Өйткені ақша қайтып келеді, кәсіпті қайта бастауға болады, үйді қайта салуға болады. Ал сенім бір рет сынса, бұрынғы қалпына келмейді. Егер осы әңгімені тыңдап отырған ер азамат болса, бүгін үйге ертерек барыңыз. Әйеліңізге «Шаршаған жоқсын ба?» деп сұраңыз. Бір рет болса да «Рахмет» деп айтыңыз. Балаларыңызды құшақтаңыз. Өйткені адам ең үлкен байлығынан бір күнде айырылмайды. Одан күнде өз қолмен алыстайды. Мен де солай істедім. Бір сәттік ләззат үшін өмір бойы өкінетін таңдау жасадым.